Біз балалар жануарлар жүйесі және латын терминологиясы пәнінде осы Қазақстанда және дүниежүзінде мекен ететін жануарларды жүйелеу туралы білуіміз керек. Негізі осыны біліп, сіздер болашақта маман болған кезде әр жануарды жүйелей алуларыңыз керек. Мысалы, қояндарды бір кезде кеміргіштер отрядына жатқызған секілді, қазір енді қояндардың өз бөлек отряд, шақылдақтар секілді біз әрбір отрядтың жүктелуін жеке-жеке қарастырамыз. Мысалы, кейде қарға дейтін құсты кейбір кісілер өзі бөлек отряд ретінде қарастырады. Негізі қарға деген құс торғай тәрізділер отрядының ішіндегі ірі өкілдері бірі болып табылады. Яғни сол секілді әрбір жануарлар жүйелеп, біз осы видеофильм немесе осы съемка жасаған сайын оларды жеке-жеке салып отырамыз. Сол себепті сіздердің айтатын әрбір сабақ кезіндегі практикалық сабақ, дәрістің кезіндегі сабақта қатысып отырған кезде белсенді қатысып, ойларыңызды жинақтап, дұрыс айтуларыңызға сәттілік тілеймін, және алдағы уақытта маман болған кезде осы жануарларды жүйелей алатын, оның әрқайсысын жеке-жеке ажырата алатын қазақтың мықты маманы болады деген сенім бар сіздерге. Сіздер енді мына бүгінгі сабақтың барысында өткен, дәрістегі өткен білімді ертең елге барып қызмет жасаған кезде сол елдегі мамандарға өздеріңіз үйретіп жазып білу мақсатында шамамыз келгенше дұрыс білім беруге тырысып жатырмыз. Сіздер енді мына біздің үйренген және жазған дүниелеріңізді ертең ой талқысынан өткізіп, ертеңгі ұрпаққа аман есен жеткізетін мына қазіргі қазақ даласындағы фаунамыздағы бар жануарлар мен құстарды, өсімдіктер дүниесін келесі ұрпаққа аман есен жеткізетін болашақ мықты маман болады деп сіздерді ойлаймын, солай сенемін. Сіздерге әрқашан өмірлеріңізге керемет сәттілік тілеп, біздің ұрпақ бізден де бақытты болсын деп, әрқашан бақытты ұрпақ болсын деп соңғы қоштасайық. Аман есен болыңыздар, бақытты болыңыздар.